мен Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылы Әбділ Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызымын. Бүгінгі сабағым тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Анасын сағынған бала» әңгімесі. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Шығармадағы тілдік, бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар көркем шығармадағы кейіпкерлер портретін сипаттайды. Оқушылардың басым бөлігі көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашады. Кейбір оқушылар шығармадағы тілдік, бейнелеу, суреттеу құралдарын табады, мағынасын анықтайды. Біз өткен сабақта әңгіменің сюжетімен танысып, тақырыбын, идеясын анықтаған болатынбыз. Яғни әңгіменің тақырыбы ана мен баланың махаббаты, баланың анаға деген сағынышы. Идеясы: қоғамдағы әлеуметтік мәселе, ол ауылдағы жұмыстың тапшылығынан жастардың қалаға жұмыс жасау үшін кетуге мәжбүр болуы. Қоғамымызда жұмыссыздықтың салдары, отбасы қиыншылықтарына төзбеу, баспанасыздық сияқты тағдырлар балалардың ата-анасынан жырақта болуына әкеліп соғып жатады. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бала анасын неге сағынады? Автор не себепті осы әңгімені анасын сағынған бала деп атаған? Әңгіменің мазмұны қандай оқиғалардан тұрады? Композициялық құрылымын еске түсіріп көрейік. Оқиғаның басталуы: Есмағамбеттің ауылға келуі. Оқиғаның байланысуы: әндеткен бала дауысы. Оқиғаның дамуы: балаға берген уәде. Оқиғаның шиеленісуі: Сержанның сезімі. Оқиғаның шарықтау шегі: бала үміті. Оқиғаның шешімі: Есмағамбеттің өкініші. Әдеби теориялық ұғымдарға қарайық. Портрет – бұл адамды бейнелеу. Портретте адамның ұзына бойы отырған қалпы немесе бет пішіні ғана бейнеленуі мүмкін. Осы көріністің бәрі портрет деп аталады. Жазушы адам портретін жасау үшін теңеу, эпитет, метафора, тағы басқа бейнелеу құралдарын қолданады. Жазушы шығармаға қатысушылардың сыртқы портретімен қатар ішкі портретін, мінез-құлқын, наным-сенімін, дүниеге көзқарасын суреттейді. Әдебиетте мұны мінездеу дейді. Ендеше шығарманы талдау мақсатында тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: кейіпкерлер стратегиясы әдісі арқылы шығармадағы басты кейіпкер Сержанның портретін сипаттайтын сөз тіркестері мен сөйлемдерді тауып жаз. Жарайсыңдар балалар. Ықтимал жауап: кейіпкердің кесім-келбеті. Мөлдіреген қара көзді, қуаныштан екі беті ерте піскен алмадай алабұртып тұрған, үстіне су жаңа ақ футболка киген 4 жастар шамасындағы ер бала. Екінші кесте: үзінді арқылы кейіпкерге берілген мінездемені сәйкестендір.
Кәне балалар, кесте бойынша сәйкестендіріп үзінділерді кейіпкердің мінездемесімен сәйкестендіріп көрейік. Көздері күлімдеп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстады. Бұл жерде баланың, сержанның бауырмалдығын байқауға болады. Мамам айтқан, Алматыда жаз кезінде де түн суық болады деп. Бұл жерде баланың ақылдылығын көреміз. Мамам кеткен соң, жеміс ағаштарын аралап жүріп, атам да жылады. Ол солай, үнемі жұрттан жасырып жалғыз жылайды. Ал мен оны бәрібір біліп қоям. Бұл жерде баланың зеректігін көреміз. Сондықтан мен қалған балмұздақтарды Сағынай деген досыма беріп кетемін. Әрі көрші, біреуден кейін тұратын. Оның балмұздақ әперетін аталары да жоқ. Бұл жерден баланың ақкөңілділігін, мейірімділігін байқауға болады. Бүгінгі сабағымызда біз көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын аштық. Шығармадағы тілдік бейнелеу құралдарын тауып, мағынасын аштық. Ендеше үйге тапсырма. Қазіргі заманның өзекті мәселелері тақырыбында диалог құрыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.